Сәлем баршаларыңызға. Бүгін бірінші сабақ. Осындай калька қағазымызға алдын ала дайындап қойған оюымызды бастырып шығамыз. Калька қағазы өте жұқа болғандықтан астындағы салынған өрнек анық көрінеді және оюға тіккен кезде де өте ыңғайлы. Осылай дәл осылай қаламменен бастырып аламыз. Енді осы жерде менде астындағы сурет өзгеше болғандықтан кішкентай әдемі жапырақтың суретін салатын боламын. Әдемі неше түрлі сурет өздеріңіздің еріктеріңізде салсаңыздар болады. Енді салып болған қағазымызды келесі бетіне симметриялы түрде көшіру керек болады. Ол үшін біз қағазды екіге бүктейміз. Калька қағазымызды екіге бүктейміз, тең ортасынан. Абайлаңыздар, суреттеріңіздің ортасы қисық болып қалмасын. Енді калька қағазын өстіп бүктеген кезде астыңғы сурет те көрінеді. Дәл осылай үстінен бастырып шығамыз. Толық бастырып шығамыз. Мына жерде мен ескермеген жағдай, бұл жерде суретім менің артық болып қалды. Пиалицама сыймайды, яғни мен пиалицам 25 см, ал оюым, астындағы өрнегім одан үлкен болып қалды. Сондықтан біз оюды қысқартатын боламыз. Екі жерінен кішкентай ғана мен деген алып тастайтын боламын. Только бұралған жерін, оюдың бұралған жерін қалдыратын боламын. Және мына оюдың ортасына тас орналасатын болғандықтан оның орнын белгілеп кетем. Симметриялы түрде белгілеп кететін боламын. Фатинді енді орнататын боламыз. Екі қабат қылып, себебі бір қабат жұқа жыртылып кетуі мүмкін. Екі қабатқа сенімді тіксеңіздер болады. Жақсылап тұрып фатинге орналастырамыз. Шет-шетін тартып, берік қылып орналастырған дұрыс. Себебі тіккен кезде әрі-бері матада тартылып, кішкене қиындық тудыруы мүмкін. Жақсылап бұрап, қатырып аламыз. Қолменен бүйтіп ұрған кезде кәдімгі доп сияқты секіріп тұру керек қолымыз. Жақсылап орналастырып алғаннан кейін енді дайын болған пиалицамызға қағазымызды орналастырамыз. Менде оюдың қағазы үлкен болғандықтан мен шетін қиып алып тастайтын боламын. Себебі ол маған кедергі келтірмеу керек. Жайлап осы шетін кесіп алып тастаймын және сосын өлшеп көретін боламыз. Енді өлшеп көремін. Өлшеген кезде қағазым сәл артықтау екен. Тағы да кесіп алып тастайтын боламын шетінен. Дәл келді. Енді инеменен бекітетін боламын. Сіздер өздеріңіз білесіздер, кейбіреулер ыстық клейменен бекітіп жатады. Қандай ыңғайлы сізге солай жапсырсаңыз болады. Себебі оюымыз, яғни эскизіміз біздің қимылдап кетпеу керек. Жақсылап бекітіп аламыз. Мен инемен бекітетін боламын. Егер сізге сабақ ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жаңа сабақтарды бірінші көру үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер. Дәл осылай бекітіп шықтық.